Ассалаумалейкум, қалайсыздар? Джакартаға жол тарттым. Индонезия астанасында қазір бокстан Азия чемпионаты өтіп жатыр. Бұл жастар мен жасөспірімдер арасындағы жылдың басты жарысы десек болады. Бірер күн бұрын 40 боксшымыз аттанған еді. Олардың жігіттер арасында 8-і ширек финалға шығып үлгерді. Қыздар арасында 4-еуі жартылай финалға шығып үлгерді. Яғни Азия чемпионаты біз үшін сәтті басталды дегенге келеді. Енді өкінішке орай бізде ол тікелей эфирде көрсетіліп жатқан жоқ, сондықтан басы-қасында болып барынша ақпараттық қолдау танытуды жөн көрдім. Сондықтан спорт министрі телеграм арнасы бар, сол жерге жазылып қойыңыздар. Соңғы ақпараттар салынады, жекпе-жектердің кестесі бар, осы айқастардың нәтижелері бар, эксклюзивті сұхбаттар бар деген сияқты. Одан кейін Инстаграмда, Фейсбукта, ТикТокта, Ютубта парақшалар бар, тіркеліңіздер. Енді қазақ қыз-жігіттері бұған дейін Азия үздік екенін бірнеше рет дәлелдеді, және бұл жолы да сол нәтижені қайталауы қажет. Жалпы командалық есептегі бірінші орын керек бізге. Осы мақсатта тыңғылықты іріктеу өткізілді, тыңғылықты дайындық жүргізілді. Енді сол барында жанында салатын уақыт. Сондықтан барлығына тек қана сәттілік тілейміз. Енді бізде қазір осы бокс қой, әлемдік деңгейде болсын, құрлықтық деңгейде болсын, тұрақты жоғары нәтиже көрсетіп жүрген. Сондықтан ол қыздарымызға сәттілік тілейміз. Барлығымыз бірге жанкүйер болайық, барлығымыз бірге қолдау танытайық.